Сәлем достар, бүгін сіздермен баклажан орамасын дайындайтын боламыз. Яғни төшен езікті духовкада пісіру әдісі. Алдымен баклажанымызды осылай жіңішкелеп тураймыз да, мұздай суға үстіне тұз сеуіп 15-20 минутқа бұқтырып қоясыздар. Осылай тәлігінің бетіне екі түрлі панировочный сухари алдында екеуін араластырып дайындап қойдым. Одан кейін бөлек ыдысқа жұмыртқамызды аламыз да, үстіне азғантай тұз сеуіп, жақсылап жұмыртқа езілгенше араластырасыздар. Одан кейін пергаментіміздің үстіне құрттай сұйықтмай сеуіп, жағып қоясыздар. Баклажанымыздың екі жағын жұмыртқа тигізіп, бір жағына ғана панировочный сухариді осылай видеодағыдай қылып жасаңыздар. Қызып тұрған пеште 280-200 градуста 20-25 минутта қыздырып пісіріп аласыздар. Баклажан пісіп жатырған уақытта мен осылай алдын ала помидорларымды сақтап турап қойдым. Одан кейін салмасына бір чеснок пен майонезді араластырып дайындап қоясыздар. Баклажан піскеннен кейін екінші бетіне ауыстырып, майонезімізді, салатный листьямызды, помидорымызды салып, осылай әдемі етіп бұрап, дастарханымызға сәндеп берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.